Физика пәнінен 3-тоқсанға арналған ТЖБ. Импульсың сақталу заңын дұрыс белгілеңіз. Бізде импульсың сақталу заңы ол бізде мына жерде С варианты дұрыс болады. Келесі. Суретте толқынды қозғалысқан мысалдар келтірілген. Көлденең толқынды белгілеңіз. Көлденең толқыны мынау бізде 3-ші толқын және де су бетіндегі толқына 1. Жауабы 1 мен 3 мына С варианты болады. Егер де физикадан БЖБ ТЖБ-ға көмек керек болса, мына WhatsApp номерге жазсаңыз болады. Келесі. Кестеде амплитуданың уақытқа тәуелді график көрсетілген. Еріксіз тербелістің графигін салыңыз. Енді қараңыздар, еріксіз тербеліс деген ол барған сайын күшейетін тербеліс. Мынау қараңыздар, бұл бізде ерікті. Мынау барған сайын өшіп жатыр. Ал еріксіз деген барған сайын күшейеді, ол бізде В варианты болады. Келесі. Америкадағы Такома көпірінің құлау себебін жазыңыз дейді. Такома көпірінің бұзылу себебі жылдамдығы 61 км/сағ жел әсерінен туындаған резонанстық тербелістер. Музыкалық аспаптарда резонанстың қолданылуы ол бізде акустикалық резонанс болады. Келесі. Төменде кестедегі көп нүктенің орны дұрыс жауап сәйкес келетінін көрсетіңіз дейді. Газдар мен сұйықтарда ол бізде бойлық толқын таралады. Дыбыс толқындары таралмайды. Вакуумдарда бізде қатты денелерде көлденең толқын таралады. Келесі. Төменде көрсетілген мысалдар дұрысын белгілеңіз дейді. Жануарлардың қауіп қатерді сезінуі ол бізде инфрадыбыс болады. Жарқанаттың дыбыс шығаруы ол бізде ультрадыбыс болады. Медуза мен су шаяны қабылдайды, бізде инфрадыбыс. Адамның ауруын анықтау ол бізде ультрадыбыс болады. Келесі. Төменде көрсетілген электрон сәулені шкаламен кему ретінде орналастырыңыз. Бізде ең бірінші бізде гамма сәулесі, одан кейін бізде рентген сәулесі, ал енді одан кейін бізде мынау ультракүлгін, мынау 3-ші. Ал одан кейін бізде көрінетін жарық, мынау 4-ші. Одан кейін бізде мынау 5-ші инфрақызыл, одан кейін радио толқын, мынау бізде 6-ші. Міне мынаның астына да мен сызып ретімен жазып қойдым. Келесі. Көл бетіндегі толқынның тарау жылдамдығы 4 метр/секунд. Егер толқынның ұзындығы 20 см болса, онда су бетіндегі қалқыманың таралу жиегін анықтаңыз. Лямбда тең болады В бөлінген жиілік. Осы жерден жиілікті табатын болса, ол бізде В бөлінген лямбда болады. В деп отқанымыз 4 бөлінген 0,2. Енді осыны есептейміз. 20 Гц болады. Келесі. Теміржол станциясында тынышта тұрған вагонды тіркеу төмендегі суретте бейнеленген дейді. Тынышта тұрған А вагонның массасы 7 тонна, ал қозғалыстағы локомотив пен вагон массасы 12 тонна және оның қозғалыс жылдамдығы 20 км/сағ. Қозғалып келе жатқан локомотив пен вагонның қозғалыс мөлшерін анықтаңыз деген. Енді қараңыздар, ол екеуінің массасы 12 тонна және жылдамдығы 20 км/сағ. Біз осыларды 20 км/сағ метр/секундқа айналдыруымыз керек. Ол қалай болады? Мынау 20 км/сағ метр/секундқа айналдырсам 5/5 метр бөлінген секунд болады. Ал 12 тонна дегенді біз білеміз, ол бізде 12.000 килограмм. Артына 3 нөл жалғасақ жеткілікті. Сонда П тең болады бізде МВ формуласы бойынша 12.000-ды көбейтемін 5,5-ге. Енді осыны есептейміз. 66.000 килограмм көбейтілген метр бөлінген секунд болады. Келесі. Тынышта тұрған А вагонның массасы 7 тонна, ал қозғалыстағы локомотив пен вагон массасы 12 тонна. Оның қозғалыс жылдамдығы 20 км/сағ. Қозғалмай тұрған А вагоны тіркеп, онан ары қарай келесі вагонды тіркеу үшін сол бағытта қозғала береді. А вагон тіркегеннен кейінгі вагондардың қозғалыс жылдамдығын анықтаңыз деген. Бұл түсінікті. Енді бұл жерде қалай? Мынау А вагоны бізде тынышта тұр. Бұның жылдамдығы значит 0-ге тең. Ал мынау локомотивтің жылдамдығы көріп тұрсыздар 20 км/сағ. Ол бізде 5/5 метр бөлінген секунд. Басында осының ғана импульсі болады, локомотивтің ғана. Яғни МВ. Одан кейін бізде А вагоны. Яғни мен екеуі бірге қозғалады, қосылып. Значит, А вагонның массасын қосамын, локомотивтің массасы, екеуі қандай да бір В' жылдамдықпен кетеді. Осы В' жылдамдық табу керек. Бұл деген сөз МВ, МА қосылған М болады. Енді осы жерден біздегі МВ деп отқанымыз ол локомотивтікі 5/5-ті көбейтемін 12.000-ға. Оны бөлемін. А вагонның
массасы бізде жетті, ол 7000 килограмм. Оған қосамын 12000-ды. Енді осыны есептейміз. 3,47 метр бөлінген секунд болады екен. Қозғалыстағы локомотив пен вагонның тыныштағы А вагонын тіркегеннен кейінгі қозғалыс мөлшері 33000 килограмм көбейтті метр секунд болған. Осы соқтығысу кезіндегі уақыт 0,2 секунд болса, вагондардың соқтығысқан кездегі күш импульсін анықтаңыз. Жалпы негізі күш импульсі деген ол дене импульсінің өзгерісіне тең. Яғни бізде олардың бастапқы импульсі жаңа айттық 66000 болды. Енді мен осыдан олардың соқтығысқаннан кейінгі импульсі, яғни қозғалыс мөлшері міне тұр 33000 деп. Осыны азайтуым керек. 33000. Осыны есептейтін болсақ, ол бізде 33000 болады по-любому. Сонда 33000 килограмм көбейтілген метр бөлінген секунд болады. Олардың соқтығысқаннан кейінгі күш импульсі, себебі күш импульсі дене импульсінің өзгерісіне тең. Болды. Осы жауап. Кеттік келесі. Суретте баланың допты биіктен тастаған бейнеленген кинетикалық және потенциалдық энергиялардың ең жоғарғы нүктесін белгілеңіз. Мына жерде бізде потенциалдық энергия максимал болады. Ал мына нүктеде бізде кинетикалық энергия максимал. Кеттік келесі. Массасы 1000 грамм болатын допты 2 метр биіктен 54 км/сағат жылдамдықпен тастады. 1000 грамм деп отқанымыз ол бізде 1 килограмм. 54.000-ді 3600-ге бөлетін болсақ, ол бізде 15 метр бөлінген секунд болады. Енді айтады. Дененің потенциалдық энергиясын анықтаңыз. Потенциалдық энергия. Ол бізде mgh формуласы бойынша массасы бізде 1-ге тең, G 10-ға тең, ал H деп отқанымыз 2. Значит, ол деген сөз 20 джоуль болады. Дененің кинетикалық энергиясын анықтаңыз. Кинетикалық энергия деп отқаным ол бізде mv квадрат бөлінген 2 болады. Бізде массамыз ол 1-ге тең, ал жылдамдық деп отқанымыз 15-тің квадраты 225 бөлінген 2 болады. 225 2-ге бөлеміз. 112,5 джоуль болады. Дененің толық энергиясын анықтаңыз. Бізде толық энергия деп отқанымыз ол кинетикалық энергия мен потенциалдық энергияның қосындысына тең болады. Сонда 112,5-ті қосамын 20-ға. Енді осыны есептейміз. 132,5 джоуль болады. Кеттік келесі. Суретте гармоникалық тербелістің ығысудың уақытқа тәуелді график көрсетілген. Тербеліс периодын анықтаңыз. Период деген бір айналымға кеткен уақыт саны. Мынау бізде жарты айналымның жартысы. Мынау толық бір жарты айналым. Ал енді мына жерден былай нүкте түсіреміз, сызық. Сонда мынау былай тұрады. Бұл деген сөз тербелістің периоды бізде 4 секунд дегенді білдіреді. Тербеліс жиілігі. Жиілік периодқа кері шама 1-ді бөлеміз 4-ке, ол 0,25 герц болады. Циклдік жиілікті анықтаңыз. Циклдік жиілік деп отқанымыз ол 2π бөлінген период. Сонда 2π-ді бөлемін мен 4-ке. Бұл деген сөз π бөлінген 2 болады деген сөз. Радиан бөлінген секунд өлшем бірлігі. Кеттік келесі. Берілген графикті пайдалана отырып x-ті теңдеуін жазыңыз. Енді бұл қараңыздар, жоғары жақтан басталып тұрса, онда косинус бойынша жазамыз. X тең болады амплитуда косинус омега t. Енді біздегі А деп отқанымыз 2 сантиметр. Ол бізде 0,2 косинус жаңа біздегі В циклдік жиілік π бөлінген 2 t болды. Дәл осылай v-ті теңдеуін жазыңыз деген. Біз x-тан бір рет туындасақ, онда жылдамдыққа тең болады. Сонда мынау 0,2 өзі тұрады. Косинустың туындысы ол бізде минус синус π бөлінген 2t көбейтем оған π бөлінген 2-ні. Енді осыны есептеуіміз керек. Сонда бұл жерде 0,2-ні π бөлінген 2-ке көбейтетін болсам, бізде мына жерде 0,2 мен 2 қысқаратын болсам, 0,1 қалады. Сонда минус 0,1 π синус π бөлінген 2t болады. Ал енді бізде үдеудің теңдеуін жазыңыз деген. Бізде жылдамдықтан бір рет туындасақ, ол үдеуге тең болады. Сонда минус 0,1-ді π синустың туындысы ол білеміз біз косинусқа тең болады. Π бөлінген 2t.
мына пи бөлінген 2-нің өзін қайттан көбейту қылып жазып қоямыз. Енді осыны есептеуіміз керек. 0,1 пиді пи бөлінген 2-ге көбейтеміз. Ол менде минус 0,5 пи косинус пи бөлінген 2 т болады. Осымен менің БЖБ талдауым аяқталды. Егер БЖБ талдау ұнаса каналға тіркел, лайк басып, қоңырау басып қой. Осы БЖБ талдауды достарыңа тарат.